дубайский шоколад. Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға дубайский шоколадтың өз нұсқамда жасалу рецептісін көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге катаи фиг қамыры қажет, және де молочный шоколад, фисташка пастасы және де сармай қажет болады. Ең алдымен осы катаи фиг қамырын турап дайындап алатын боламын. Мендегі түрі алдын ала дайындалған, пісірілген екен, бірақ алайда менің осы пісірілген қамырға көңілім толған жоқ. Сол себепті қайтадан турап қуыратын боламын. Дәл осылай осы катаи фиг қамырын майда бөліктерге бөліп турап алатын боламын. Осымен біздің қамырымыз дайын. Келесі кезекте кастрюльге немесе табаға сармайымызды салып ерітетін боламыз. Отты орташа отта қойған дұрыс, қатты отқа қоюдың қажеті жоқ. Жартылай ерігеннен кейін осы сармайымыздың үстінен дайындап алынған катаи фиг қамырын салатын боламын. Және де бірден қасықпен жақсылап отырып, араластыра отырып, осы үлкен бөліктерін, комоктарын қасықпен бөлетін боламыз. Міндетті түрде осы комоктарымыз қалмағанша бөліп қуыратын боламыз. Және де ескеретін нәрсе, осы арада катаи фиг қамыры толыққанды пісіп, қуырылып шыққаны дұрыс. Сол кезде біздің шоколадымыздың ортасындағы салмасы қытырлап тұратын болады. Дәл осылай болды, қуыру барысындамыз. Тағы да кішкене қуыратын боламын. Комоктары аз қалды. Дәл осылай қуырып алдым. Жеп көрген сәтте өте қытырлақ болып тұр. Бірден осы катаи фиг қамырын басқа ыдысымызға салып, үстінен фисташка пастасын салып, жақсылап отырып, бір келкі болғанша араластырып алатын боламын. Осымен біздің салмамыз дайын, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Келесі кезекте осы шоколадымызды микроволновкада 30 секунд уақыт аралығында ерітіп алдым және жақсылап отырып араластырамын. Мендегі шоколад бельгийский молочный шоколад. Міндетті түрде шоколадтың қымбатырағын, жақсысын алғандарыңыз дұрыс. Және тағы да 30 секунд уақыт аралығында ерітіп алған болатынмын. Дәл осындай өте әдемі шоколадымыз дайын. Келесі кезекте дубайский шоколадты құятын қалыбымыздың астыңғы бөлігіне осы ерітілген шоколадымызды жақсылап отырып, бір келкі болғанша орналастырып алатын боламын. Жан-жақтарының барлығына дәл осы видеодағыдай жағып шықтым. Келесі кезекте үстінен осы салмамызды жақсылап отырып, молынан салатын боламыз. Және қасықтың көмегімен міндетті түрде престеп салып болғаннан кейін осы салмамыздың бетін тегістеп алатын боламыз. Келесі кезекте үстінен артылған шоколадты салып шығатын боламын.
Осымен менің шоколадым дайын болды. Тоңазытқышқа 20 немесе 30 минут уақыт аралығына салып қоятын боламын. Менде 30 минут уақыт аралығы өткеннен кейін көріп тұрғандарыңыздай өте керемет, тамаша шоколад дайын болды. Міндетті түрде үйде дайындап көруге кеңес беремін. Дайындауға тұрарлықтай шоколад екен. Өте дәмді деп айтқым келеді, және ортасындағы салмасы қытырлақ болып келеді екен. Менің видеом сіздерге ұнады деген ойдамын, пайдалы болды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға жаза кеттіңіздер. Қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мақпал Ерболатқызы. Сау болыңыздар.